Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін кешкі асқа керемет дәмді орама дайындайтын боламыз. Ол үшін біз қажетті көкөністерді жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен өздеріңіз көріп тұрғандай картоп, сәбіз, пияз үшеуін алдым және парш қосамын. Алдымен картопты және көкөністерімізді жақсылап ұсақтап блендердің тісіне сәйкес етіп турап аламыз. Одан кейін оны блендерден өткіземіз. Бұнымен қоса қызылшаны қосып орама жасаса одан да әдемі болады. Мен үйдегі бар көкөністермен жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, әдемі әрі дәмді болады. Сәбізді мен кішкене ұсақтау етіп блендерге салдым, себебі сәбіз картоптан қарағанда кішкене нығыздау келетін болғандықтан. Сонымен бір сәбіз, 2 пияз, 2 картоп қолдандым. Бұл 6 адамға арналған тағам. Оған 500-600 грамдай парш қостым. Егер сізде үйде ораманың басқа түрін жасасаңыз, комментарийға бөлісіп кетуіңізге болады. Қамырмен дайындалатын тағам әдетте ер адамдар өте жақсы сүйіп жейді, ер балалар да жақсы сүйіп жейді. Менде отбасымызда ер адамдар көп болғандықтан мен көбінде қамырдан тағам жасаймын. Сіздерде қалай бөлісіп отырсаңыздар. Қамырды илеп тағам жасау кез келген әйелдердің қолынан келеді, бірақ көбінде еріншектеп жатамыз. Мен енді ұл бала болғандықтан мұндай іске пісіп жетіліп алдым деп айтсам болады. Ер балалар бар аналар комментарийға жаза кетіңіздер өз пікірлеріңізді. Енді көкөнісімізге жаңағы тұз, қара бұрыш қостым мен. Қара тәтті бұрыштан қостым. Қосып, жаңа паршымызды қосып араластырып, кішкене сұйық май қостым. Өйткені картоп, сәбіз деген құрғақ қой. Сондықтан парштың майын жұтып қояды. Сол үшін қосып қойдым. Кейін қамырымызды 4 мантабаркаға дайындап, 4 жайма етіп жаямын. Жұқалақ болсын, етке жаятын теста сияқты жұқалап жайып, оның үстіне май құйдым. Себебі май құймасам тағам жаңағы құрғақ болып кетеді. Сол себептен май құйдым кішкене. Сөйтіп етімізді, паршымызды салып, жаймалап, жұқалап, бір жайманы 2-ке бөліп орап алдым. Енді кастрөлімізге суды құйып, тұз саламыз міндетті түрде. Сосын ең жоғарғы пешке қоямыз. Қайнағаннан кейін 15-тен 20 минут қатты пешке қайнатамыз. Ары қарай біз осы тағамға тұздық дайындаймыз. Оған 1 стақан сүт және бір орта қасықтай куркума, кішкене тұз, сосын 1 қасық қамыр, ұн қосып араластырамыз. Аджика соусын қосуыңызға да болады, қоспауыңызға да болады. Егер аджиканы қоспасаңыз, кішкене жарты чай қасық қант қосыңыз. Мінекей бізде осындай тұздық шықты. Керемет орамамыз дайын екен. Қазір біз оны бір-бірлеп түсіріп, осылай видеода көрсетілгендей етіп, бөлшектеп аламыз. Көп қаражатты қажет етпейтін, қарапайым рецепттен тұратын осындай керемет тойымды тағам жасап сіздерде көріңіздер. Сіздерге менің рецептім ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта түрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Әрдайым тәбеттеріңіз ашылсын. Сіздермен болған Гүлнұр. Ас дәмді болсын. Рахмет. Сау болыңыздар.